Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Манат. Бүгін біз кез келген аспен үйлесетін, тәбет ашатын салат дайындайтын боламыз. Бізге керектісі бір дана сәбіз, кішкене аз көк, сарымсақ, пияз және кішкене ғана капуста қажет болады. Бір ғана тарелка шығатын салат дайындайтын боламын. Көлемін ұлғайтып істей берсеңіздер болады. Сәбізімізді осындай тверкамен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Капустамызды дәл осылай жіңішке етіп кесіп аламыз. Маған осылай тұрған ыңғайлы. Қараңыздар, өте керемет, жіңішке болып шығып жатыр. Енді кезекте сарымсағымызды үккіштің көмегімен немесе осылай пышақпен майдалап турап алатын боламыз. Мен бұл жерде 2 дана сарымсақ қосатын боламын. Енді кезекте пиязымызды да майдалап турап алып, қызып тұрған майға қызарғанша қуырып алатын боламын. Қатты күйіп кетпеуі дұрыс. Осылай пиязымыз қызарғаны дұрыс. Енді кезекте түрлі дәмдеуіштер қосатын боламыз. Мен бұл жерде паприка, қара бұрыш қосатын боламын. Егер сәбіз арналған паприкаларыңыз болса, қоссаңыздар болады. Барынша түрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен енді кезекте укроп, яғни ас көгімді осылай ұсақтап турап алатын боламын. Тамақ дайын боларын алдын жасап, 10 минутқа осылай маринадтап, араластырып қойып қойғандарыңыз дұрыс. Сол кезде барлық паприкалары, тұздағыштары, дәмдері өздеріне сіңіп, өте дәмі керемет болып тұрады. Осылай кішкене ғана тұз қосамын. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі қызықты және оңай жасалатын рецепттерін түрлерімен бөлісетін боламын. Және менің каналымдағы поделиться басылмасын басып, достарыңызбен WhatsApp арқылы бөліссеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Осындай керек. Менің салатым ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.